Әрине сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен Назерке. Достар, біз бүгін қыздарға арналған 5 кеңес жайлы айтатын боламыз. Алдымен видеоны бастамай тұрып арнаға тіркеліп комментарий жаз, ал біз видеоны бастаймыз, кеттік. Достар, мен сразу айтайын, қыздарға 5 кеңес, әрине ол 5 тақырып болуы керек. Мен 5 тақырыпты яғни интернеттен алдым. Бірақ енді тақырыпты интернеттен алсам да мен өз ойыммен, өз сөзімен сіздерге жауап беретін боламын. Ал бастайық ендеше. Бірінші тақырып, яғни бізде бірінші кеңес дене қимылдары. Я достар, көп қыздар бүкірейіп жүреді. Жалпы мен өзім өтірік айтпай қойын, кейде бүйтіп бүкірейіп қалам. Достар, ол менде де болады, көп қыздарда да болады. Әрине кейбір қыздар бүкірейіп жүрмеудің амалын жасаса да қайта бүкірейіп бүйтіп қала береді. Жалпы мен өзім де сондаймын. Ол не себептен? Ол әрине иықтың жаттығуы дұрыс болмағандықтан, иыққа жаттығу жасамағандықтан, сіздердің иықтарыңызбен бірге белдеріңіз, енді денелеріңіз кәдімгідей өйтіп бүкірейіп қалады. Оны әрине сіздер сезбей қаласыздар, байқамай да қаласыздар. Бірақ ол бұлай сырттан қарағанда кәдімгідей адамның бір денсаулығы жоқ сияқты болып көрініп тұрады, бүкірейіп тұрсаңыздаршы. Әрине ол менде де болды ондай жағдай, менің өзіме де кезікті. Енді қалай оны дұрыс жағынан, дұрыс ретімен қалай істейміз, яғни қалай бүйтіп тік жүріп, тік отырып, тік тұрып деген сияқты қалай істейміз. Әрине ол жаттығу сіздерге бірінші пайда, ал екіншіден сіздер ол жаттығуды күнделікті орындауларыңыз қажетсіздер. Өйткені вообще ұмытпауларыңыз керексіздер. Ал екінші нәрсе ол өз-өздеріңізді қадағалауларыңыз. Яғни сіздер өз-өздеріңізді қалай қадағалайсыздар. Мен қазір сіздерге айтатын болам. Қадағалау жазып алайын, қадағалау. Ойбай құрсын. Өз-өздеріңізді қалай қадағалайсыздар. Жалпы біреуден сұрамайсыздар. Мен қазір қалай бүкірейіп тұрмын ба, сенің көз алдыңа или тік бүйтіп қақиып тұрмын ба деп сұрамайсыздар. Сіздер өздеріңізді просто так айнаға қарап, немесе өздеріңізді қазір қалай сезініп тұрсыздар. Мысалы, мен бүкірейіп тұрмын қазір деген сияқты. Солай өздеріңізді қадағалайсыздар. Ал үшіншіден, басқадан, бағанағыдай айтқанымдай, басқадан өз-өздеріңізді сұрамайсыздар. Басқалар сіздердің өз-өздеріңізді білмейді ғой, енді сіздер қандайсыздар, басқалар білмейді деген сияқты. Басқадан сұрау дұрыс емес. Қате нәрсе. Екінші кеңес, әрине екінші тақырып ол бізде сөйлесу. Достар, көп жағдайда біз адамдармен дұрыс отношение құрмаймыз. Білмеймін, ол адам бізге қатты жақын болып тұрмағаннан кейін ба, или өзімізді қатты ол адаммен жақын ұстамағаннан кейін ба, білмеймін, дұрыс отношение біз адамдармен құрмаймыз. Сөйлесуде бұл, қазір мен сіздерге айта кетейін, сөйлесуде не жатады? Әрине бағанағындай мен айтқандай отношениені жақсарту өте қиын жағдай. Мен бұны қалай түсіндірсем болады сіздерге? Отношениеде әрине сіздердікі қате болса, кешірім сұраңыздар. Менікі қате болса да мен түстім демеймін оған деп өйтіп жүрмеңіздер. Ол нағыз надандықтың ісі. Ал екіншіден, адамдарды өздеріңізбен жақын ұстаңыздар, яғни кез келген адам сіздердің жақындарыңыз болуы керек. Дұшпандарыңыз болса да, сіздер оны дұшпан ретінде көрмеңіздер. Дұшпаным бар, мақұл, дұшпаным бар болса, бар бола берсін. Менің кесірім оларға тиіп жатқан жоқ деп, сіздер сөйтіп спокойно өздеріңізді ұстап жүре беріңіздер. Так, енді адамдарға қалай жақын боламыз? Әрине ол адаммен жақын сөйлесесіздер.
жақын сөйлескенде де боқтасып ашуланып деген сияқты емес, и оған кері әсер қалдыратын қатты сөйлеп деген сияқты емес. Жақын сөйлесу ол бізде адамды бағанағындай өздеріңізге тарту ғой. Қазір адамдарға жақын болу деп жазып алайын, жақын болу. Ал үшіншіден сыйластық, татулық болуы керек, достар. Яғни любой адамдарға деген сыйластық, татулық болса, сіздер жаман атты емессіздер. Керісінше сіздер ол адамның алдында жақсы адамсыздар. Ал енді бізде үшінші кеңес: оқыңдар, тоқыңдар. Тақырыбы осындай: оқыңдар, тоқыңдар. Жалпы бұл қыздарға қатты айтылып тұрған дүние сияқты. Оқыңдар, тоқыңдар. Енді бұны мен қалай сіздерге түсіндірсем болады? Білімділік жағын, яғни білімділіктің қазбасын кәдімгідей тереңірек қазып ашыңыздар. Тереңірек кітаптар оқыңыздар. Тереңірек көздеріңізді ашып, сауатты болуға тырысыңыздар. Әрине, кейбір адамдар тура мен сияқты дұрыс сөйлесе де сөйлей де алмайды адамдарға. Сол үшін менің қателігім сіздерде де болмауы керек. Сол үшін кітап оқыңыздар дегім келеді. Өз сауаттарыңызды өздеріңіз ашыңыздар. Главный, менің сөзімді сіздер кішкене болсын, немесе орташа болсын түсініп отырсыздар деген ойдамын. Ал енді бұл оқыңдар, тоқыңдар деген қалай? Бірден жұмыс істеп кетпеулеріңіз керек сіздер. Бірден жұмыс істеп кетпейсіздер. Біріншіден, әрине сіздерде диплом болу керек. 9 жылдық оқудан кейін әрине диплом болу керек. Бір дипломның өзі қажетсіз болып қалуы мүмкін. 2 диплом болса, әрине қолдарыңызда сіздерден басқа бір білімді адам жоқ. Ал енді екінші ол бізде кітап оқу. Жаңағындай айтқанымда кітап оқу сіздердің ойларыңызды әрине кеңейтеді. Сол үшін сіздер көбірек кітап оқуларыңыз қажет сіздер. Әрине әдеби жанрлар, әдеби әңгімелер деген сияқты кітаптар бола береді. Қандай кітап ұнатасыз, сол кітап бойынша сіздер оқи беріңіздер. Кітапханадан кітап алып болсын, немесе кітапхананың ішінде кітап оқып болсын, оқыңыздар. Пайдасы кеңінен тиеді. Ал үшіншіден, ауызша сөйлеуге ынталаныңыздар. Көп нәрсені, яғни мысалы білімдеріңізді ауызша жеткізуге тырысыңыздар. Бұл да сіздердің сауаттарыңызды кішкене болсын үлесін қосып ашатын болады. Өйткені ауызша сөйлеу өте керемет. Іште қалған дүние ішінде ғана қалады. Төртінші кеңес, достар, төртінші кеңес ол әрине маңызды кеңес. Оны мен 1, 2, 3 деп бөліп айтпай қойын. Төртінші кеңестің тақырыбы ол бізде өміріңізге тек өзіңіз жауапты екенін есте сақтаңыз. Бұл әрине өз өміріңізге өзіңіз ғана жауаптысыз. Басқалар жауапты емес. Мысалы, сіз жас қызсыз, сізге бір жігіт келеді, біздің өміріміз баянды болады деп айтады. Бірақ сіздің өзіңіздің жеке өміріңіз бар, ол жігіттің өмірімен қоспай тұрғанда, яғни бірге қосылмай тұрғанда өмірлеріңіз. Бірақ сіздің өзіңіздің жеке шекараңыз, жеке өміріңіз, жеке құқықтарыңыз бар. Ол жігіт сізді алдап кетуі де мүмкін. Біздің өміріміз бал болады деп. Тұра тұршы, менің де өзімнің өмірім бар емес па? Неге сен менің өмірім мен өз өмірімді қосып бірге айтып отырсың? Біздің өміріміз бал болады деп. Мен өз болашағыма, өз өміріме сенемін деп айтыңыз. Өйткені жігіт сізді өйтіп алдап, арбауы әбден мүмкін. Сол үшін сіз өз өміріңізге тек өзіңіз ғана жауаптысыз. Және де оны есте сақтаңыз. Сіз өз өміріңізді басқа бір адамға қиып, басқа бір адамға бұл мені асырайды, бұл мені болашақта бағады деп ойламаңыз. Тіпті ойлаушы да болмаңыз. Өйткені сіз жаңағы айтқандай өз өміріңізге өзіңіз ғана жауаптысыз. Достар, мен өз қолымды өзім байқамай қалған. Видеоға түсіріп жатырмын, бірақ байқама бүйтіп қойып
кешірім сұраймын достар. Я білмеймін, мен қалам жазған кезде, тойсы мен жазған кезде қаламмен осылай мына қолым сызылып кетеді. Мына қолымда тоже сызылып кетеді. Ал бізде 5-ші кеңес: уақытша жамандыққа еліктемеңіз, өзіңізді күтіңіз. Яғни тақырыбы осындай. 5-ші кеңестің: уақытша жамандыққа еліктемеңіз, өзіңізді күтіңіз. Уақытша жамандық деген әрине өмірде қаншама жамандық, жақсылық бәрі бар болған соң, сіздерде қазір мен былай түсіндіре кетейін. Жамандық, мысалы, қыздар арасындағы жамандықты алайыншы. Мысалы, сіздің қасыңызға жаман бір қыз келді, бір шегетін, ішетін, қазір мен жаза кетейін, шегетін, ішетін, біреуге тиісетін деп айтайын, біреуге тиісетін, немесе біреулерге тиісетін бола береді. Біреуге тиісетін. Вот, сіз бұлардың, тойсы осы қыздың қасына жаламауыңыз керексіз. Ал екіншіден, жаман шегетін, ішетін, біреуге тиісетін қызға вообще жаламауыңыз керексіз. Ал екіншіден, әлемде не бар? Әлемде әрине бәрі бар болған соң, мысалы, темекі, одноразка. Вот, темекі, одноразка ең важны нәрселер. Сізде әрине жас болған соң, еліктеуіңіз, қызығушылығыңыз болуы мүмкін, бірақ оған жоламауыңыз керексіздер. Өз денсаулығыңызды, өз өміріңізді құртасыз. Ал бізде үшіншіден жамандық. Біреудің арбауына түсіп қалмауыңыз керексіз. Немесе біреудің алдауына деген сияқты. Жазып алайын. Арбауына түсіп қалмауыңыз керексіз. Біреудің алдауын, арбауын оған ешқашан түспеңіздер. Сіздерді біреу алдап кетсе де, сіз екіншіден алданбайтындай болуыңыз керексіз. Немесе сіз біреудің арбауына өзіңіз қаламай түсіп кетсеңіз, заявление не бар, Қазақстанда бәрі бар. Заявление, сот, бәрін өзіңіз реттеп, өзіңіз беретін болыңыз. Сол адам үшін ешлеседі біреу арбаса, немесе арбап қойса. Ал енді осы мен видео бітті, тәмам. Енді мына жерде менің көп сөйлегендерім түсініксіз болуы мүмкін, өйткені мен жаңаға айтқандай дұрыс сөйлей алмайды достар. Енді орташа болсын, түсінген боларсыздар. Ал енді осы мен видео тәмам. Қош, сау болыңыздар. Келесі видеоға дейін.